3 жыл бұрын ашылған. Ең басты идея, ниет, миссия деп айтайық. Оның ашылу себебі қайтып адамдардың бір рухани дамуына үлес қосу. Мысалға делік, адам жалпы осы дүниеде жалпы алған кезде успешный болу үшін делік, бір бақытқа жету үшін екі нәрсе керек қой. Осы дүние керек және ақырет керек. Біз қазіргі Қазақстанға қарайтын болсақ, бізде советское развитие өте ғылыми даму жоғары баратыр, бірақ адамдардың рухани дамуы кішкене бәсеңдеп жатыр, немесе енді қайтып жаңғырып жатыр. Сондай. И бақытты болатын, успешный болатын кейстарды қарайтын болсақ, ол біздің бірден бір мысал қазақтың зиялылары ғой. Қазақтың зиялыларын қарайтын болсақ, Абайды, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, олардың барлығы өте күшті дінді білген. Олардың фундаменті барлығында дінмен қалыптасқан. Дінмен қалыптасқаннан кейін олар орыстардың училищесіне барып, жақтан білім алып, соны қазақтардың жерінде қолданған кезде кәдімгідей күшті эффект болды. Тура сол секілді бізде енді ондай нәрсе жоқ. Мысалға делік, Индонезияда, Малайзияда егер садиктардан бастап Құран жаттатқыздыратын болса, бізде ондай жоқ. Бірақ дегенмен де адамдар дінге жайлап келе жатыр. И мақсат адамдар осы ғылыммен, жұмыспен қатар осындай да бір діни білім алса, араб тілін үйренсе, Құранды түпнұсқадан үйренсе деген ниетпен ашылған жер ғой негізі. Бір жылдай болды, осы офлайн центр ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Алғашқы 2 жыл бізде онлайн форматта болған. Ол қысқаша айтқан кезде. Алла разы болсын. Ол академия жайында. Сөйтіп барып, өзіңіз таныстырыңыз деп айтты маған енді. Өзімді таныстырып өтейін. Мен есім Әділет болады. Египетте білім алдым. Египетте Аль-Асқар деген университет бар. Сол жақтың подкурсы деп айтайық, или курсы деп айтайық. Жалпы 3 жылдық бағдарлама бар. Өте интенсивный Аль-Асқардың. Бірақ кем дегенде Аль-Асқардың магистрлары сабақ береді. Аль-Асқардың магистрі деген, айта кетейін, бізде қазақтардың арасында Аль-Асқардың магистрін бітірген адам жоқ. Именно сол университеттің магистрін бітірген адамдар жоқ. Египетте Каирский университет деген бар, басқа университет, соны бітіргендер бар, Аль-Асқарда жоқ. И кем дегенде бізде бір ғана ұстазымыз академияда, сол жақта Египетте академияда бір магистр сабақ беретін, қалған барлығы доктор немесе шейх. Шейх деген адам 50-ге таяп қалған, 18 жасынан бастап 50-ге дейін ғылым алған, дипломын алған, сөйтіп сабақ бере бастаған адам ғой. Өте білімді кісілер, өте білімді. Бүкіл өмірін 18 жасынан 50 жасына дейін өзінің өмірін ілімге арнаған кісілер сабақ берген кезде өте күшті, өте құнды нәрселер айтады. Вот сондай жерде оқыдым, 3 жыл араб тілін, жалпы шариғатты меңгердім. Одан кейін Турцияда қарилық медреселер бар, сол жақта Құран жаттадым. Вот 3 жыл бұрын Қазақстанға келіп, осы академиямен айналысып бастадым. Ол қысқаша айтқан кезде. Барлықтарыңызды осы жерде көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін Алла жазса, Зилзала сүресін оқимыз, Зилзала сүресі. Жалпы бір дайындалып келген шығарсыздар, ол қандай сүре, қандай мағына береді, қанша аяттан тұрады. Так, давайте, бізде формат всегда диалог қой, монолог емес. То есть тек қана мен ғана сөйлемеймін, вопрос-ответ. Зилзала сүресі бізде нешінші сүре еді? Естеріңізде ме? 99-шы, машалла. Қанша аяттан тұратын еді? 8 аяттан. Зилзала деген сөз мағынасы қандай еді? Землетрясение, машалла, землетрясение. Сотрясение. Землетрясение или сотрясение? Ол иншалла осын, қазір разбирайтын етеміз. Иншалла қазір талдаймыз оны. Жалпы білесіздер, сүрелер деген олар меккелік сүрелер және мединалық сүрелер деп бөлінеді. Зилзала қандай сүре? Меккелік па, мединалық па? Мединалық. Машалла. Көріп алдыңыздар ма? Мединалық сүре. А в чем отличие? Меккелік сүрелердің айырмашылығы, мединалықтардың айырмашылықтары қандай? Ғайып жайында, Алла жайында, ақырет, жәннат, тозақ, иә. Да, уже больше закондар, правилар. То есть, пайғамбарымыз алейхиссалам 23 жыл пайғамбар болды ғой. Соның қанша жыл Меккеде, қанша жыл Мединада өткен еді? Что больше? Меккеде? Демек, адамның бағана сахабалардың перспективасынан қарайтын болсақ, сахабалар деген көбінесе ғайып жайында көп болған. И 10 жыл азырақ правилада болған. А бізде қазір қалай? Бізде наоборот кішкене, да, правила больше, чем
ғайыпқа қатысты ілімдер. Вот. То есть андай исламның дамуын қарайтын болсақ, ислам дамуында этап бар да. Ең бірінші алла жайында, қиямет жайында, жәннат, тозақ, ғайыпқа қатысты ілімді жинағаннан кейін ғана адам жайлап правилаға кіру керек. А бізде бірінші правило сөйтіп барып білім кіріп кетеді. Понимаете? Этап развития. Это тоже очень важно. Тадарруч деп айтады арабша, бағанағыдай исламға келу дәрежесі. Тадарруч. Вот, машалла, зилзаля деген сүре. Давайте осы сүрені бастайық. Онда так. Вот бастай береміз ә дәрісімізді. Так, қазір бір минут. Давайте. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Саллаллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al min alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Так, зилзаля. Енді бізде естеріңізде, иә, жалпы бізде бір системамыз бар ғой сүрелерді зерттеген кезде. Ең бірінші біз не нәрсені талдайтын едік? Қалай түсті? Түсу себептері, да? Аспабы нузуль деп айтады арабша оны. Аспабы нузуль. Ары қарай. Екіншісі хикметтер, ғибраттар, қандай оқиғалар түйеміз. Үшіншісі этимология, яғни сөздердің түбірлері. Енді аспабы нузульға келетін болсақ, именно зилзаля сүресінде меккелік сүре, Меккеде сенбейтін адамдар бар, олардың бірнеше ойлары бар еді. Олар деген былай ойлайтын. Адам деген өліп қалса, ол қайта тірілу мүмкін емес дейтін. Ең бірінші. Мысалы, елестетіңіздер. Вот картина мирада бір нәрсе жоқ болатын болса, оны енгізу қиын ғой. Олар деген қайта тірілу деген концепцияны ешқашан естіген жоқ. Соответственно, оны естіген кезде оны қабылдай алмайды. Ол бір. Екіншісі, бүкіл пайғамбарымыз алейхиссалам адамның бүкіл амалдары жазылады деген кезде оны да қабылдай алмайтын. Это қандай механизм керек, қандай бір нәрсе керек, что бүкіл адамның амалы жазылатындай. Мүмкін емес қой деп қарастыратын. И зилзалясы как раз таки осының барлығын сындырады. Ол меккелік адамдардың ойларын сындыру үшін түскен сүре негізінде. Түсінікті, да? Енді қарайте, давайте зилзаля сүресін бір талдап көрейік. Бізде білеміз, арабшада жалпы түбірлер қанша әріптен тұрады? 28 әріп бар. Араб тілінде любой сөз бар ғой? Любой сөз, ол қанша әріптен тұрады? Түбірі 3 әріптен тұрады. Практически всегда. Қараңыздар, 95% сөз араб тілінің сөздік қорында. Араб тілінде қандай сөздік қор? 10-12 миллион сөздік қор. 95% сөз, оның түбірі 3 қана әріптен тұрады. 3 әріп. Бірақ мынау зил, зәл деген қанша әріптен тұр? Зил, зәл, зәлә, зәлә 4. Мұнау 5%-тағы сөздердің қатарында ғой. 4 әріптік түбір. Осындай айырмашылық. Енді зилзаля деген, мысалы 4 әріпті қандай сөздер бар десек, уәс деген сөз бар бізде. Уәс деген не? Нашептывание, да? Шайтан азғырту, ja? Уәс. Мынаяқта да зил, зәл. Зил, зәл. Мынаяқта бір нәрсе байқалып отыр ма? Бір түбір 2 рет қайталанып отыр, да? Зил, зәл, уәс деген сияқты. Шайтан деген адамды всегда азғыртпайды. Ол азғыртады, потом адамды қояды, қайтып келеді азғыртады, осылай, То есть активный фаза бар. Қараңыздар, 4 әріптік түбірлер келеді ғой. Бұлардың ерекшелігі в том, что у них есть біріншісі активная фаза, есть спокойная фаза. Осындай түбірлерде. Уәс сондай. Келді, активно азғыртты, нашептывание жасады, кетіп қалды. Нас сүресінде бағанағыдай при упоминании Аллаха, когда он уходит деп айтады ғой, хон нас деп, қашушы деп шеш айтады. Вот. То же самое зиль, зәл. То есть это какое землетрясение? Болады, тоқтайды. Потом қайтып болады, тоқтайды. Да. Құранда басқа да жерлерде келеді. Мысалға делік бір пайғамбарлардың қауымдарын землетрясениемен жоқ қылдырды. Бақта роджифа деп сипаттайды. Роджифа деген ондай землетрясение емес. Роджифа деген басталды, басынан соңына дейін жоқ қылдырды. Түсінікті, да? Хорошо. Енді бұны түсінгеннен қандай пайда аламыз?
елестет, жалпы зілзала қияметтің сипаты. Қияметтің бір кішігірім, 8 аятта кішігірім бір конструкциясын сипаттап береді. Елестетіңіздер, мысалы біз қазір дәріске ниеттеніп келдік. Құдай сақтасын. Бірақ Алматы землетрясение басталатын болса, біз қазір не істейміз? Қашамыз сыртқа, иә? Сөйтіп кішкене күте тұрамыз. Алланы еске аламыз, зікір айтамыз, да, аятул курси оқимыз ішімізден. И ол барлығы біткеннен кейін қайтып келеміз ғой. Сөйтіп қайтадан басталатын болса землетрясение, біз қайтып далаға шығамыз. И представьте, вот это вот неопределенность. Сен түсінбейсің не болады. Вроде бы біту керек сияқты, бірақ біткен жоқ. И ол адамға қалай әсер етеді? Иә. Енді тура сол секілді қияметтің описаниясы осындай да. То есть қиямет это же спокойный болатын жер емес қой. Спокойный болатын кезең емес. И ол землетрясениеден басталады деген нәрсені жеткізгісі жатыр. Алла тағала роджифа деп сипаттаған жоқ, Алла тағала зілзал деп сипаттады, потому что адамды максимальный напряжение апаратын землетрясение. Жеткізе алдым ғой, мағынасы. Қазір мағынасын аштық. Енді давайте, чтобы бір контексті қаттырақ, жақсырақ түсіну үшін біз не істейік? Құранды ашайық, Құран кезеттен. Құранда именно 30-ші парадан қасындағы сүрелерден бір сүрелерді қарайық. Мысалға, Такуир деген сүре бар, 81-ші сүре. Давайте соны ашып көрейік. Такуир. Алейкум ассалам. Такуир деген сүре. Әрине. 81. Аштық, е? 81-ші сүре, Такуир. Давайте оқып берейін. Астаузбилля. Ва иза шамсу куират. Күн оралып, сәулесі сөнген кезде дейді. Я? Екіншісі, ва иза нуджумун кадарат. Жұлдыздар бытырай төгіліп, жарығы өшкен кезде дейді. Так, давайте былай более простой сөздермен түсіндіре берейін. Елестетіңіздер, мысалға делік қазір түн. Біз мияқта жарықпен отырмыз, светпен. Мияқта свет өшіп қалады. Біз қандай чувствода боламыз? Кішкене қорқынышты түн болса. Хорошо, енді біз тағы бір светке үміт етуіміз керекпіз ғой, егер мынау жарық жоқ болса. Қай жақтағы светке үміт етеміз? Даладағы. Айға, немесе жұлдыздардың светіне, правильно? Енді мынаны қараңыздар. Бірінші аятта күн оралып, сәулесі сөнген кезде дейді. Первый источник света біз үшін ол күн. Күн өшіп қалатын болса, елесеңіздер, дәл қазір күн өшіп қалады. Свет өшкен сияқты күн өшеді. Паника ғой, страшный. Коллапс болады ғой, как это называется? Күн мен ай не істеген кезде, сол кезде бір затмение болған кезде кішкене страшное чувство болған шығар, да? Вот, представьте, сондай болды. И хорошо, адам деген екінші бір үмітін артады, ол жұлдыздарға. Алла тағала екінші аятта жұлдыздарды сипаттап отыр. Жұлдыздар бытырай төгіліп, жарығы өшкен кезде дейді. То есть ол кезде уже абсолютный мрак. Күнде жоқ, айда жоқ, жұлдызда жоқ. Полностью қап-қараңғы. Хорошо, үшінші аят. Ва изал джибалу суират. Таулар жылжытылған кезде дейді. Представьте, полностью мрак, ешқандай свет жоқ, еще и землетрясение басталды. Какое чувство? Ужасное, страшное. Непонятно, что происходит. Помните, Аль-Қариға деген сүрені онлайн дәрісте талдаған кезде былай айтқан. Яума якуну насу калфарашил мабсус. Адамдар деген рассеянный мотылек сияқты дейді. Мотылек деген білесіздер ғой? Который светке қандай? Иә, ұшып келеді ғой. Олардың оказывается ғылым тұрғысынан олардың бір особенностьтары бар екен. Олар қатты бір-біріне ұрылып соғыла береді екен, светке жақындаймын деп. Алла тағала адамдарды да солай сипаттап жатыр. Қиямет басталған кезде адамдардың мотылек сияқты бір-біріне ұрылып быт шығып жатады дейді. И мынау контекстті алып көретін болсақ, шынымен сондай. Күн жоқ, түн жоқ, ешқандай свет жоқ, еще и землетрясение басталды. Кім қайқа жүгіреді? Хорошо. Ары қарай, ва изал ашару уттилат. Буан інгендер секілді ең қымбат малдар да тәрк етілген шақта дейді. Енді бұл жақта верблюдицалар, беременная верблюдица, брюхатая верблюдица деп келтіреді. Арабтар үшін ол қымбат нәрсе болған, адам деген өзінің қымбат нәрсесін лақтырады деп тұрды. Землетрясение и мрак басталған кезде. Жыртқыш аңдар қойдай іріліп, иіріліп Алланың құзырына жиналған кезде. Бұл жақта контекст өз жануарларға ауысады. Теңіздер өртке оранып, бұрқ-сарқ қайнаған кезде. Хорошо. Біз түсіндік. Свет өшіп қалды, землетрясение басталды, адамдарда страшная паника, адамдар бір жерден выход іздеуге тырысады, адамның жаны тәтті, оны не істеуге тырысады. И ол деген выходты морядан көреді, судан көреді. Суға барған кезде су не болады дейді? Өрт болады дейді.
представьте, то есть безвыходное положение абсолютно болып бітті. Да? Осындай бір контекстке келтіріп жатыр Алла тағала. Мынау деген біз Тәквир сүресін оқыдық, алғашқы 6 аятын. Давайте Инфитор сүресін оқып көрейік, келесі сүре. Кешіріңіз, Инфитор екен. 82-ші сүре. Аштық, аспан шатынап жарылған кезде дейді. Қараңыздар, қандай қызық сипаты. Аспан жарылған кезде дейді. Елестетіп көріңіздер, аспан жарылды. Или аспан жыртылды. Бір киім жыртылған сияқты аспанда жыртылатын болса. Инстаграмда нелер болады, әртүрлі 3D бір искусственный интеллектпен жасайды ғой. Вот елестетіп көрсеңіздер, өте страшный нәрсе. Келесі, жұлдыздар төгіліп жан жаққа шашылған кезде. Опять-таки коллапс. Теңіздер тасып бір-бірімен қосылған кезде дейді. Потоп басталған кезде. Мынау ситуациялар барлығын елестететін болсақ, шынымен конец света. Да, шынымен бағана бір кино сияқты отырмай жерде ше. Енді қараңыздар, осының барлығын бір қосатын болсақ, қорқынышты ма қиямет? Қияметтің басталуы. Өте қорқынышты. Бірақ Құранда көп жерде мынандай бір аят кездеседі. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Оларға қорқыныш болмайды және олар мұңаймайды дейді. Естіген шығарсыздар да? Мұсылмандар жайында айтады. Енді мынау екі нәрсені қосып көрейікші. Қиямет болып жатыр, қиямет басталып жатыр, бірақ Алла тағала мына жақта параллельно сипаттап отыр. Оларға қорқыныш жоқ және олар мұңаймайды дейді. Қалай қосамыз бұл екеуін? Ақыретті көрмейді. Ол дүниеге қатысты, осы дүниеге қатысты, Бірақ дегенмен де осы дүниеде ондай құбылыстарды көрмесе де, барзаққа барады, барзақтан махшарға барады. Махшарда тұрған кезде де все равно угнетающий атмосфера болады ғой. Вот сол кезде Алла тағала опять-таки айтып отыр, олар қорқыныш болмайды деп. Қалай? Қалай қорқыныш болмайды, если все так страшно? Жүректер тыныш. Хорошо. Қараңыздар, мына жақта мынандай екі бір ұғым бар. Екі ұғым емес, екі бір сөз, екі бір сөйлем бар. Они не будут бояться, и им нет страха. Екі предложение. Екеуі бір нәрсе емес. Нет страха и не будут бояться. Екеуі екі түрлі. Приведу пример. Мысалы, елестетіңіздер, бір кішкентай бала бар, сәби. Сәби деген жыланмен ойнап жатыр. Кішкентай балаға сәбимен ойнаған қызық. И бала, мен қорқам мысалы, мен балам егер қазір жыланмен ойнап жатса, балаға қызық. То есть он боится, он не боится. Есть ли для него страх? То есть для него есть опасность, но нет страха. Түсіндірілдің ба? Ситуация наоборот. Бала деген кішкентай бір қуыршақ, бір мишкамен ойнап жатыр. Мишка түрі ұсқынсыз. Мишкадан қорқып жылап жатыр. Боится мишки? Боится. Есть ли для него страх, опасность от этого мишки? Понимаете? Түсіндірілдің ба разницасын? Да. То есть... То есть, мысалға делік, мұсылмандар үшін қияметтің басталғанын барлығы Алла тағала айтады, оларға қорқыныш, они будут бояться, но им не будет опасности деп тұр. Түсіндіре алдың ба? Құран бірнеше жерінде келеді. Көп жерінде келеді. Ля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун. Вот. Осындай нәрсе. Так что андай ғой, жалпы исламда мынандай бір ғалымдардың, Алла разы болсын да, барлығынан, мынандай бір қиын жұмысы да бар. Екі сәйкес емес аяттар қосу керек каким-то образом ше. Көп, мысалы, екі противоречащий, казалось бы, хадистар бар, бірақ оларды ғалымдар қосады да, именно осындай бір ғибраттар шығарған кезде, вау дейсің, шынымен. Как это красиво описывается, да? Ғалымдардың еңбегі, Алла разы болсын. Енді жалпы бұл аятта да біз сипаттасақ болады. Бұл деген екі түрлі контекстте келеді. Ля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун. Қияметтің сипатында да, жәннаттың сипатында да. Жәннатқа адам барған кезде олар қорқынышты болмайды, өкінішті болмайды. Хорошо, давайте осы тоже разберем. Тақырыпқа қатысты болғаннан кейін. Қорқыныш деген көбінесе не нәрсеге болады? Болашаққа ма, өткен шаққа ма? Болашаққа. Белгісіздікке қорқыныш болады. Ал өкініш ше? Не. Алла тағала айтып жатыр, сен өткен шағың аннулирован дейді. 0 дейді. Барлығы кешірілді дейді. Болашағың сен гарантирован дейді. Бірақ оның барлығын хорошо алып тастасақ та, человек если в моменте будет жить, он будет счастлив? Болашақ әлі неизвестный. Өткен шақ Алла тағаланың ғафур деген, үш түрлі ғофир, ғафар деген есімдеріне сенетін болсақ, кешірілді десек, мы в моменте же тоже будем жить. Правильно? То есть
мынандай бір күшті сөз бар да, Ибн Таймия деген ғалым бар, ол, конечно, салафитский ученый, бірақ дегенмен де оның высказываниялары өте қызық, тоже можем принять во внимание. Ол кісі былай айтады: осы дүниеде бір жәннат бар дейді, ол жәннатты тапқан адам ақыретте де жәннатқа кіреді дейді. Вот, то есть адам өмірінде көптеген сынақтар болуы мүмкін, көптеген испытания, не бір түрлі емтихандар. Бірақ сен өзіңнің ішіндегі мынау жәннатыңды сақтай алсаң дейді, вот это вот равновесие сақтай алсаң, онда жәннатқа да сен солай кіресің дейді. Түсіндіре алдым ғой? И вот здесь то же самое, то есть Ибн Таймия деген ғалым бар. Не советую, бірақ ол салафитский ученый. Иә. Вот, поэтому у жақта да мысалы жәннатқа бармай тұрып, осы дүниеде бір жәннат секілді сүру керек, имеется в виду, болашаққа да қатып кетіп қалмау керек, өткен шаққа да кіріп кетпеу керек, в моменте будь деген нәрсе ғой. Түсінікті да? Хорошо, енді давайте енді тақырыпқа кірейік. Зилзала сүресін ашайық. Зилзала сүресі бізде 99 сүре, иә? Иә, көреді. Anu жылан сияқты ғой. Бала жыланмен ойнап жатқан кезде жыланды көреді, тура сол секілді мұсылмандар да көреді, но им не будет опасности. Они будут бояться, но для них не будет опасности. Иә. Мысалға делік, мынандай бір моменттер болуы мүмкін дейді. Адам деген қабірге барған кезде, оған уже көрсетіледі ғой, жәннатқа барады, немесе тозаққа барады. Иә? Адам деген мысалға қабір жәннатқа барады деп көрсетілуі мүмкін. Бірақ ол қабір азабына түсуі де мүмкін. Қалай деген кезде оның кіші күнәлары, немесе қалып кеткен бір мәселелер бар болатын, соның барлығы кешіріліп, соның арқасында, немесе қияметтің бір ауыртпашылықтарын өту арқылы қалған күнәлар кешіріліп, Алла Тағала возможно оны жәннатқа кіргізетін шығар. Деген сияқты ғой. Хорошо. Міне, давайте нені оқиық. Сүрені, бисмилля. Иза зульзилятил арду зилзаляха. Жер алапат сілкініспен сілкінген кезде дейді. Оны түсіндік, иә, зилзаля деген нәрсені. Қандай зилзаля? То есть максимально атмосфера, напряжение, спокойно болады, резко активный болып кетеді, адамдар қатты бір страхта болады дейді. Енді бұл сипаттайтын болсақ, 9-бальный шкаладан асып кететін, это понятное дело. Ары қарай, ва ахраджатил арду асқаляха. Сондай-ақ жер қойындағы бар жүкті сыртқа ақтарып тастағанда дейді. Жүкті дейді. Жер жүкті сыртқа шығарып тастаған кезде. Когда земля вывернет из себя свою ношу наружу. Покойников, которые воскреснут. Жүк деп кімді сипаттап жатыр? Жүк деген байлық па? Таблица Менделеева ма или? Адамдар да? Адамдарды Алла Тағала қалай сипаттады? Жүк деп, тяжесть, ноша деп. Адамдар тяжесть дейді, адамдар ноша дейді. Мы с вами все тяжести. Біздің весімізға қатысты айтып отыр ма? Я, не себепті, давайте ойланайық бірге. Или бұл аят спортпен шұғылдануға не істеп отыр ма? Ондай ма? Вот, давайте подумаем, шынымен, не үшін адам деген асқал деп сипатталып отыр? Бағанағы ауыртпашылық, тяжесть, ноша, груз. Хорошо, барлығымыз күнәһармыз, иә. Так, тағы қандай варианттар? Күнәларына байланысты. Қалай? Қиянат жасаймыз. Иә, күнә негізінен ауыр нәрсе. Бағанағыдай күнәларды мысалға делік кәбир деп сипаттайды ғой. Арабша кәбир деген ауыр деген сөз. Или большой деген сөз. Кабаир деген кітап бар, үлкен күнәлар деген. Күнә деген ауыр нәрсе. Да, можно ондай не істесек болады. Бірақ одан бөлек, жалпы осындай параллель Рахман сүресінде де келеді. Я юхас сақалян дейді. О, екі ауырлар дейді. Рахман сүресін білеміз ғой. Кімге обращение ол жақта жүреді? Адамдарға, жындарға. О, екі ауырлар. Я юхас сақалян деп бастайды Алла Тағала. Не үшін жындар да ауыр, адамдар да ауыр? Себебі олар мүкәлләф. Мүкәлләф деген оларға бағанағыдай таңдау еркі берілген, оларға жүк берілген, да, оларға ислам, иман деген бір жауапкершілік берілген. Соны таңдасаң болады, немесе оны таңдамасаң болады. Басқаларда жоқ ондай нәрсе. Жануарларды алатын болсақ, жәндіктерді, тауларды алатын болсақ, жерді алатын болсақ, жерде де ондай жүк жоқ. Бірақ жер деген живой. Сол сөзден түсінеміз. Алла Тағала солай сипаттап тұр. Енді қараңыздар, бізде мысалға делік аят бар ғой, барлығымыз білетін. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Алла Тағала оған көтере алмайтын жүкті бермейді деп. Демек, бізге салынған жүк намазға қатысты, исламға қатысты, иманға немесе сынақтар болатын болса, оның барлығын адам дәл қазір оған берілсе, оны көтере алады деген сөз.
түсінікті да? Хорошо. Да. Именно адамдар мен жындарды жүк деп сипаттап жатыр, себебі оларға жауапкершілік берілген. Дінді алу деген ше. Дінді көтере алу деген жүк берілген. Вот. Ол бағана Ахсаб сүресінде де келетін еді ғой, біз деген Хашр сүресінде Құран жайында келеді, иә. Егер біз Құранды тауға көтеретін болсақ, Құран деген, бағана тау деген жығылып қалатын еді дейді. Деп сипаттайды. Ахсаб сүресінде де бағана егер біз оны неге ұсынатын болсақ дейді, тауларға ол жауапкершілікті көтере алмайтын еді дейді. Жауапкершілікті бірақ Құран айтып отқан жоқ, Ахсаб сүресінде ол жақта ислам жайында айтып отыр, жалпы бұл жүкті. Аманат деп сипаттайды Ахсаб сүресінде. Вот. Окей. Енді бұл жүктің бір плюсы бар ма? Хорошо, бізге жүк беріліпті. Біз ауыр екенбіз. Это не касается нашего веса. Окей. Оның плюсы қандай? Зачем нам вообще вот эта ответственность? Біреу жауапкершілікті алғысы келе ма? Қалай? Хорошо. Но мы хотим взять эту ответственность? Особо не хотим? В чем плюс? Давайте искать выгоды. Выгодасын іздеп көрейік. Ол жауапкершілікті алатын болса, қандай плюс алмайтын болса. Можно же было родиться кошкой, например. Да, и Алла Тағала Құдай возможность берсе, мысық болып жаратылсын ба, адам болып? Қайсысын таңдайтын? Наградасы бар. Вот, машалла. Мысалы, елестетіңіздер, перефразирую, рефрейминг жасап көрейік. Пайғамбарымыз алейхиссалам көмекшісі кім болғысы келеді? Я думаю, бәрі болғысы келеді пайғамбарымыз алейхиссалам көмекшісі. Бірақ пайғамбарымыз көзі тірісінде 7 мемлекеттің, қазіргі тілмен айтқан кезде, президенті болады ғой, правильно? 7 мемлекеттің президенті. Я? Қиын ба? Сондай адамның көмекшісі болу, қандай жауапкершіліктерді бізге тапсырады егер біз көмекші бола алсақ? Понимаете? Өте қиын, бірақ почему-то біз оны қалаймыз. Не үшін? Сен пайғамбарымыз алейхиссаламмен уақыт өткізесің, онымен сұхбаттасасың, оның махаббаты, оның вниманиясы саған болады. Ал мына жақта пайғамбар деп тұрған жоқ, бұл жақта Алла деп тұр. Түсіндірдің ба? Алла саған бір жүк берді, егер сен оны өте дұрыс орындайтын болсаң, өте дұрыс жасайтын болсаң, онда Алланың махаббаты, Алланың назары, Алланың берекесі саған болады. Түсіндірдің ба? Бұл ответственностьтің плюсы бар негізінде. Вот. Сол ответственностьті қаншалықты дұрыс өтеп жатсыңдар деп Алла Тағала бағанағыдай ей ауырлар деп сипаттап отыр ғой, түсіндірдің ба? Осы ауыртпашылықтардың барлығын шығарады дейді. Окей, екінші аятты түсіндік. Жер деген өзінің ауыртпашылығын, яғни адамдарын шығарады дейді. Бұл жақта енді әртүрлі ғибраттарға да кіріп кетсек болады. Мысалға делік ауыртпашылықтар деп жындар да сипаттады, осында жындар да көміле ма деген сияқты второстепенный вопростар бар. Бірақ оны тоқталмай ақ қойды. Хорошо. Үшінші аят. Вақауля линсану мәләха. Адам баласы бұған не болды деп зәре құты қалмай шошқан кезде дейді. Хорошо. Инсан деген сөз қандай сөзден шығады бізде? Арабшасын айтыңыздар. Қалай? Ниса ма? Ниса деген қандай мағына білдіреді? Әйелдер деген сөз, иә? Нисиян деген сөз, адам деген сөз, ниса деген сөзден шығатын болса, адам деген сөз, әйел деген сөзден шыға ма, или ұмытшақ деген сөзден шыға ма? Ұмытшақ деген сөзден шығады. Нисиян. Біреу дәрісте отырсам тоже осылай сұрақ қоймын шәкірттерге. Нисан дейді да біреу. Машинасын айтады. Нисан деген сөзден шығады. Вот. Адам деген ұмытшақ дейді, и адам айтады дейді, мәләха, оған не болды дейді. Землетрясение басталған кезде, ол ауыртпашылықтарын шығара бастаған кезде, вот это страшная ситуация. Что происходит? Не болып жатыр деген бір сұрақ ода пайда болады. Окей. Енді бұл қандай адам деген сұрақ. Бұяқта енді ғұлама ғалымдар екі түрлі ойға кетеді. Біріншісі жалпы адамзат деп айтатын болса, екінші ғұлама ғалымдар иман келтірмеген адамдар дейді. Иман келтірмеген не үшін? Мысалы, елестетіңіздер, қазір сирена басталады. Біздің тең жартысымызға телефонға сообщение келеді, бүгін учебный сигнализация келеді деп. Тең жартысымызға келмейді. Сигнализация басталған кезде землетрясение қатысты. Тең жартысы қалай отреагировать етеді? Уведомление келмегенде. Неге бізге келметтен бұрын тура осылай айтады ғой, мәләха, не болып жатыр дейді. Что происходит дейді ғой? Понимаете? Не болды, тыныштық па деп. Не, тісім біледі. Не? Тура сол секілді, мына да мысалға елестетіңіздер, вот землетрясение барлық қиямет басталып жатыр. Біз мұсылман ретінде бізге сообщение келіп тұр. Уведомление келіп тұр, осындай барлығы болады деп. Сол үшін біз деген қатты қорықпаймыз, бірақ тревожность болады. Да, мы будем бояться, но не будет нам страха, бағана сипатталғандай, да? Хорошо.
бұл жайында мүлдем бейхабар адам ше, иман келтірмеген адам, бұл деген тура осылай реакцияны береді дейді. Ол бір вариант. Екінші вариант дедік, ғұлама ғалымдар инсан деген сөз жалпы ол мұсылмандарға да қатысты болуы мүмкін. Адам да мұсылмандардың мәләха деп айтады, не болып жатыр деп. Потому что ұмытшақ дейді, ұмытып кетесің. Сен барлығын білесің, қиямет болады, землетрясение болады, сот болады. Бірақ ұмытып кеткеннен кейін осы болған кезде мәләха деп шошып кетесің. Түсіндік қой, үшінші аятты. Төртінші аятқа кеттік. Міне сол күні жер үстінде бұрын соңды болып өткен бар істің хабарын түп түгел баяндайды. Ардақты пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадистердің бірінде осы аяттың түсіндірмесі ретінде былай деген: жердің хабар беруі деген әрбір ер және әйел адамның оның үстінде не істеп, не қойғанын айтып куәлік етуі. Кейбір ғалымдар мұнда жердің тіл қатуы ауыспалы мағынада айтылған десе, енді бір ғалымдар Алла тағала қаласа жерге де тіл бітіреді деген пікір білдірген дейді. Хорошо. Так. Бұяқта жер сөйлейді деген сөз ба? Жер сонда тірі болып тұр ғой, сөйлесе. Не болып тұр ма? Жер сөйлейді ғой? Или сөйлемейді? Не түсініңіздер осы аяттан? Жалпы жерде бір свидетель болады, куәгер болады. Мысалы, барлығын үстінен кім қарап тұр? Алла қарап тұр. Хорошо, Алладан бөлек періштелер бар. Бірақ осы сүрені оқығаннан кейін бізде үшінші свидетель пайда болады. Жер деген. То есть, ладно, кейбір кезде періштелер, адам күнә жасаған кезде періштелерді ұмытуы мүмкін, нелерді ұмытуы мүмкін. Бірақ жерді ол ешқашан ұмытамайды. Жер деген физически. Мысалы, Алланы көрмейсің, періштелерді де көрмейсің. Жерді бірақ всегда көресің. Жер деген свидетель, куәгер болады сен әрбір жасаған ісіңе. Деп айтатын болса, сенде 24/7 бір камераң бар ғой, саған қарап тұрған астынан да не істеп жатсың деген сияқты. Хорошо. Енді бұл жақта давайте ахбар деген сөзге тоқталайық. Ахбар деген араб тілі тұрғысынан түсіндіруге тырысайық. Жалпы нәба деген сөз бар, тоже жаңалық деген сөз. Нәба деген сүрені білесіздер ғой? 78-ші сүре, да? Нәба мен ахбардың айырмашылықтары қандай? Нәба деген адам өзі біле алмайтын нәрсені нәба деп сипаттайды. Сондай бір хабар, оның өзі оған білімі жетпейді. Хабар деген өзінің білімі жетеді. Нәби деген кім? Пайғамбар. Нәбиулла. Ол да, то есть, дословно айтатын болсақ, нәби деген хабар жеткізуші деген сөз, бірақ қандай хабарды? Адам өзі жете алмайтын хабарды жеткізуші нәби дейді. Түсіндіріпті, да? Расул мен нәбилардың айырмашылықтары бар. Расул деген жіберілген деген сөз, нәби деген хабар айтушы деген сөз. Расул көп па, хабар нәби көп па? Құранда қанша пайғамбардың есімі зікір етіледі? 25 пайғамбардың есімі зікір етіледі. Расул мен нәбидің айырмашылықтары неқта түсінікті болып жатыр ма? Нәби деген просто хабар жеткізеді. Алла оған білдірді. Ондай пайғамбарлар қанша болды? Екінші хадиста 224 дейді. Бірақ Құранда зікір етілген олар кімдер? Расул. Түсіндіре алдым ба? Олар жіберілген, оларға кітап түскен, шариғат түскен, бір белгілі бір. Нәби деген олар хабар жеткізушілер. Ондайлар өте көп болған. Бірақ үлкен бір новизнан алып келген, жаңалықты алып келген олар аз болған. Түсінікті, да? Енді хорошо. Алла тағала нәба деген сөзді қолданып жатқан жоқ, хабар деген сөзді қолданып жатыр, да? Потому что өткен шаққа қатысты нәрселердің барлығын жер айтады, жер сөйлейді дейді. Енді елесетіңіздер. Біз білеміз ғой, адам қияметте сотта тұрған кезде оның денесі сөйлейді. Оған қарсы куәгер, свидетель болуы мүмкін. Елесетіңіздер. Енді адамның өзінің денесінен бөлек еще жер саған әңгіме айтып жатыр. Жер саған қарсы тұрып жатыр. Құтыламайын. Ал қиын ғой енді. Қиын ситуация. Сондай бір ситуацияны сипаттайтын болсақ. Яқта келесі аят соны тағы да не істесек болады? Би анна роббака ухалаха. Өйткені Раббың оған бұларды, яғни кімнің не істеп қойған уақи арқылы білдіреді дейді. Лаха деп неқат жерге айтып отыр. Себебі сенің Раббың оған айтады, оны айтсын деп дейді. Дословный перевод сондай. То есть, ибо твой Господь внушит ей это. Ей деп кімге айтып отыр? Жерге. Знание обо всех деяниях, что совершались на ней дейді. Окей. Енді қараңыздар. Неқта қиямет жайында сипат кетіп отыр ғой. Резкий переход на второе лицо. Роббука дейді. Роббака. Сенің Раббың дейді. Сенің Раббың деп кімге айтылып отыр?
пайғамбарымызға в первую очередь пайғамбарымыз алейхиссалам айтылады, иә, пайғамбарға түсіп отыр ғой құран. Мына жақта, понимаете, мына жақта общий сипат кетіп баратыр, сенің раббың дейді. Резкий переход. Почему? Давайте тоже задумаемся. Не үшін бұндай переход болды. Қазір келеміз енді. Мына жақта ауха деген сөз, уахи деген сөзден шығады. Уахи деген не екенін білеміз ғой? Уахи деген не? Месседж, машалла. Месседж. Уахи бар, сөйтіп бар, илхам деген нәрсе бар. Ер адамдардың аттары да бар. Илхам мен уахидің айырмашылықтары қандай? Уахи деген пайғамбарларға түсетін внушение, Алланың білдіру. Илхам деген әулиелерге түсетін. Түсінікті да? Мысалға делік адамдар бір түс көруі мүмкін. Да, ол түстер шыншыл болады. Алла тағала оларға аян бір не ғибрат беретін болса, ол илхам келіп жатыр оған. Ал пайғамбарларға уахи келеді. Түсінікті да? Мына роббака деп кім сипаттап жүрді? Пайғамбарымыз алейхиссалам да. Пайғамбарымыздан кейін қандай сөз келіп тұр? Ауха, уахи деген сөз келіп тұр. Түсіндірдің ба? Андай игра слов қой енді. Алла тағала бір сөзді Құранда қолданған кезде просто так ол сөзді ешқашан қолданбайды. Оның контексті былай түбіріне кіретін болсаң, олар байланысты болып шығады. Түсіндіре алдым ғой? Әрбір әріптің де өзінің орны бар Құранда. Бианна роббака ва халаха, өйткені Раббың оған білдірді дейді, сенің Раббың. Енді қараңыздар, мынандай екі аятты қосайық. Ол күні ол хабарларды айтады, себебі сенің Раббың оған осыны айтты, внушить етті. Дұрыс қой? Пайғамбарымыз алейхиссалам при чем тут? Пайғамбарымыз не үшін айтып отыр? Бақта ең жоғарғы аятында қолал инсану дейді, адам айтты, не болып жатыр деп, любой адам. Пайғамбарымыз меха не үшін араласып кетіп жатыр? Деген бір көзқарасты айтып, талдап көрейік, түсініп көрейік. Контекст такой. Страшно, өте қорқынышты. И осы қорқыныштың арасында бағанағыдай саған сен өзің денең нападать етіп жатыр да, саған қарсы свидетельство, еще и жер болып жатыр. Енді екі андай не деп айтайықшы, екі жау деп айтайық, жау емес енді, екі бір қарама қарсы сторона. Пайғамбарымыз алейхиссалам осы жерде көмектесе ала ма қияметте? Болады. Қалай? Шапағат, Пайғамбарымыз алейхиссалам шапағатшы. Енді пайғамбарымыз алейхиссалам Ибн Касир деген үлкен ғалым тәпсірші бар. Ибн Касир айтады, пайғамбарымыз алейхиссалам 9 шапағаты бар дейді. 9 шапағаты бар дейді. Елестетіңіздер. Давайте соларды бір жазып өтейік. Артық болмайды, потому что қияметке қатысты өте маңызды нәрсе. Ең біріншісі шафаатул узма деп аталады. Ең ұлы шапағат. Қараңыздар. Яқта кішкене ұзақта болады, бірақ түсіндірейін. Адамдар дүниеден барлығы сүр үрленеді ғой. Сүр үрленгеннен кейін барлығы дүниеден өтеді. Екінші рет сүр үрленеді, барлығы тіріледі. Тірілгеннен кейін барлығы қай жерге жиналады? Махшарға жиналады. Махшарда сот барлығы сразу басталмайды. Қатты күтеді адамдар. Андай бір орыстарда сөздер бір ожидание мучения хуже, чем сами мучения дейді. Естесің ондай сөзді? Сен азаптайды дейді, сен просто күтесің. Сол күтуің жаман бітпей кетеді, қатты ауыр болады. Тура сол секілді. Адамдардың барлығы бір напряжениеде болады. Адамдар деп айтып отқан кезде қанша миллиард адам бар дәл қазір? 7-8 миллиард адам бар. Осыға дейін қанша миллиард адам болды? ChatGPT-ға сүйенсек 110 дейді мысалға. 110 миллиард адам бар дейік. Жындар олардан да көп, адамдардан көп. Яқта 200 миллиард дейік. Үшеуін қостық 300 миллиард. Плюс жануарлар, жәндіктер бәрін қосамыз, періштелерді қосамыз. Яқта 1 триллион тірі нәрсе тұр да, махшарда. 1 триллион. Барлығы болады қияметте. Нәбәс сүресінде соны сипаттайды ғой. Жануарлар адамдарды көріп, мен адам болмағаныма шүкір етемін деген сияқты. Адам жануарларды көріп, мен топырақ болып кетсем ғой дейді. Потому что жануарлардан спрос болмайды, бірақ олар тұрады қияметте. Елестетіңіздер, біз мына бар жоқ бір 20 адамыз, мына бір 60 адам жиналатын болса, ыңғайсыз бола ма мына жер? 1 триллион өте қатты ыңғайсыз, 1 триллион барлығы жиналып тұр. Енді 1 триллион осылай 60 адам осы жақта тұра беретін болса, не болады? Бір 5 сағат осы жерде 60 адам отырамыз қазір. Мен ештеңе демей, просто отырамыз. Қандай болады атмосферамыз? Напряженный болады, мына жақта 1 триллион адам 5 сағат емес. 1 триллион адам, 1 триллион существо өте ұзақ уақыт бойы күтеді осының барлығы. И осы кезде бәріміз білетін бір хадис бар. Бүкіл тірі жандардың барлығы ең бірінші Адам алейхиссалам барады. О Адам, сен ең бірінші жаратылысың ғой. Аллаға дұға жасашы, мынау сот тезірек басталсыншы дейді. Адам алейхиссалам не дейді? Мен өзім жағдайым. Себебі бағанағыдай жәннаттан түсірілген 6-шы бетте сипатталатын момент бар. Хорошо, сөйтіп барып екінші пайғамбарға барады, ол кім? Екіншісі Нух алейхиссалам.
Нух алейхиссалам, иә. Ең ұлы 5 пайғамбар деп айтады. Нух алейхиссаламға Нух дұға жасашы Аллаға тезірек басталсыншы бұл сот деген кезде менің жағдайым қиын дейді, ол да солай айтады. Үшіншісі Мұса алейхиссаламға барады. Иә, Мұса алейхиссалам жоқ, Мұса емес, үшінші Ибрахим алейхиссаламға барады. Ибрахим алейхиссалам тура солай айтады. Мұса алейхиссаламға тура солай айтады. Сөйтіп барып бағана Иса алейхиссалам, сөйтіп барып пайғамбарымыз алейхиссаламға барған кезде пайғамбарымыз дұға жасайды, сосын сот басталады. Бірақ ол дұға пайғамбарымыздың кімге қатысты? Бүкіл 1 триллионның барлығына қатысты. Сол үшін ең бірінші шапағат қияметте басталатын осы шапағат. Шафаатул узма дейді, ең ұлы шапағат пайғамбарымыз алейхиссалам барлығы үшін жасалған дұға. Пайғамбарымыз алейхиссалам былай дұға жасап болатын еді, мұсылмандар үшін сот басталсыншы, олар көп күтпесін, қалғандарына қатысы жоқ деп айтса болатын еді ғой. Бірақ пайғамбарымыз барлығына дұға жасасын, бұл шафаатул узма деп аталады. Түсінікті ғой? Ең ұлы шапағат, ең бірінші пайғамбарымыздың шапағаты. Екіншісі, жәннатқа есеп қисапсыз кіретін адамдардың шапағаты дейді. Есеп қисапқа тартылу керек адам, бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам ол адамдарға дұға жасағаны үшін олар ешқандай есеп қисапсыз красный дорожкамен жәннатқа кіріп кетеді. Үшіншісі, адам тозаққа кіру керек. Заступничество за тех, чьи грехи заслуживают наказания, чтобы они не вошли в ад дейді. Тозаққа кіру керек, бірақ тозаққа кірмейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам олардың шапағатшысы болғаннан кейін. Төртіншісі, заступничество за верующих, вошедших в ад, чтобы они не были выведены из него дейді. Тозаққа кірді, заступничество за верующих, вошедших в ад, чтобы они были выведены из него. Уже мынаны қараңыздар, мықты күнә жасаған адамдар бар ғой, заслуживают наказание, ол тозаққа кіру керек, бірақ ол тозаққа кірмей қалды. Тозаққа кіріп, пайғамбарымыз алейхиссалам шапағатшысымен шыққан адамдар, екеуі екі түрлі. Түсінікті ғой? Хорошо, давайте бір етіп, ойымызды жинақтайық. Ең бірінші шапағат қандай деді пайғамбарымыздың? Барлығына қатысты. Шафаатул узма деп аталады. Екіншісі пайғамбардың шапағаты қандай? Есеп қисапсыз жәннатқа кіретіндер. Үшіншісі? Да. Лайықты. Кірген жоқ. Кірген жоқ, әлі. Лайықты солардың жәннатқа кіру. Төртіншісі? Иә. Уже кіріп қойды, уже болды окончательно. Үмітің барлығы мен тозаққа кірдім, пайғамбарымыз алейхиссалам шапағатымен ол шығады. Төртіншісі, бесіншісі мына жақта заступничество за повышение степени некоторых обитателей рая. Пайғамбарымыз алейхиссалам тек қана жәннат тозақ арасында емес, жәннат қанша дәрежеден тұрады? Ол 7 емес, ол 7 тозақтың есіктері ғой. 8 есігі бар, жәннаттың. Дәрежесі қанша? 100 дәреже деп аталады. Олар биікке барады хадисте. Тозақтың қанша дәрежесі бар? Тоже 100. Бірақ ол қалай аталады? Дәрекет. Өткен дәрістерде өткен еді ғой, естеріңізде ме? Дәрекет. Иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар деп сипаттайды. Арасында мұнафықтар ең соңғы, ең астындағы дәрікте дейді. Дәрік деп дәреженің антонимі ғой, то есть. Пайғамбарымыз хадисте солай сипаттайды. Жәннаттың 100 дәрежесі бар, олар жоғары барады. Тозақтың да 100 дәрежесі бар, олар дәрекет деп аталады, олар астыға барады дейді. Хадис. Енді пайғамбарымыз алейхиссалам тек қана жәннат тозақтың арасындағы шапағат емес, бұл деген адам деген бірінші жәннаттың бірінші уровеніне түсті. Енді бірінші уровеннің өзі күшті да, енді. Өте күшті да. Ол жәннат енді. Уақытта уже болды. Алла разы болсын, барлығы жақсы. Алла тағала сол дәрежеге жетуіміз нәсіп етсін, кем дегенде. Бір Хасан аль-Басридің оқиғасын білесіздер ғой. Хасан аль-Басри деген ұлы ғұламаны естіген шығарсыздар. Өте үлкен ғұлама ғалым ғой, табиғи ғылымдардың арасында. Сол кісі бір ретте отырыста дейді да, бір мәжіліс болып жатыр, ол кісі дәріс тыңдап жатыр дейді. Сол кезде хадис айтылып жатыр Ханнат деген адам жайында. Ханнат деген тозақтан ең соңғы шығатын адам ғой. Хадисте келеді, ең соңғы тозақтан шығатын адамның аты Ханнат болады. Хасан аль-Басри ұлы ғалым. Осы хадисті естіген кезде жылап жібереді дейді. Шейх, не үшін жылап жатсыз деген кезде, мен Ханнат болсам ғой дейді. Не үшін Ханнат болсаңыз, сіз ұлы ғалымсыз ғой, сіз деген иншалла жәннатқа кіресіз. Ханнатта гарантия бар дейді. Ол деген тозақтан шығатынына дейді. Кім гарантия береді дейді? Мен мәңгі тозақта қалып кетпейтіме дейді. Ұлы ғұлама ғалым. Хасан аль-Басридің сөзі. Енді жарайды. Мына жақта получается адам бірінші дәрежеге түсетін болса, пайғамбарымыз алейхиссалам шапағатымен ол деген бірнеше дәрежелерге көтерілуі мүмкін. Бұл нешінші шапағат болды? 5. Алтыншысы, заступничество за людей, у которых добрые и плохие деяния оказались равны. Да? Жақсылықтар мен жамандықтар. Ағраф деген сүрені білесіздер ме Құранда? Ағраф сүресі, Ағраф, да. Ағраф деген сүре бар. Қателеспесем, 7-ші сүре, Ағраф деген сүре. Ағраф деген жалпы ол сүрені де бір оқып көрсеңіздер болады, 7-ші сүре. Ол деген дословный переводы забор деген сөз. Ағраф деген арабша Ағраф, ол деген забор деген сөз. Забор, то есть мынандай бір момент болады дейді қияметте,
мына жақта жәннаттықтар жәннатқа кірді дейді, олар уже бөлініп кетті, тозақтықтар тозаққа кетті дейді, мына жақта забордың үстінде бір адамдар қалып кетеді дейді, солардың сипаттамасы. И осы иә, жалпы Ағараф деген үлкен сүрелердің бірі ғой, 7-ші сүре. Ол деген қанша беттен тұрады? 20 беттен астам ғой, шамамен 25 беттен тұрады. Бірақ тек қана бұл оқиға емес, енді басқа оқиғалар бар, солардың бірі. Сүренің атауы бірақ осы мағынаны білдіреді. Забор осы мағынада. Енді пайғамбарымыз алейхиссалам 6-шы шапағаты осындай адамдарға дейді. Жақсы мен жамандықтар бірдей болып қалған. 7-шісі заступничество за некоторых грешников из умы различных положениях судного дня дейді, кабаир. Бұл деген нелерге қатынаған құсайтшы? Үшінші бағанағыдай, оның күнәлары лайықты болады деген нелер бар ғой. Тура сол секілді осыған құсайды. 7-шісі кабаир жасаған, өте үлкен күнә. Мұсылман болған бірақ өте үлкен күнә жасаған. Сондай адамдардың кешірілуін пайғамбарымыз алейхиссалам шапағат етеді. Кешірілуін сұрайды дейді. 8-шісі өзінің көкесіне жасаған шапағаты. Көкесі ол Абу Талиб. Абу Талибқа пайғамбарымыз алейхиссалам сұрайды ғой, иә? Осы бір шапағат ретінде есептеледі дейді. Так. Осындай. Қанша айттық? 8 айттық па? Ондай 8 ғой, мен қателестім, кешірім сұраймын. 9 емес, 8 екен. Ибн Касирдің несіге қатысты. 9 деп тұр. 9-шысы қандай екен? Иә. Ең бірінші жәннатқа кіретін ол пайғамбарымыз алейхиссалам. Пайғамбарымыз алейхиссалам жәннатта тұрған кезде есіктерін ашылуын шапағат етіп сұрайды. Есіктер ашылған кезде пайғамбарымыз алейхиссалам ең алғашқы кіреді, иә. Хорошо. Алла разы болсын. 9 екен. Ибн Касирдің тәпсіріне сүйенсек, иә. Енді мынау 4 пен 5-ші аятқа қайтып оралайық. Қазір кішкене алып, кішкене сұрай тұрыңыздар. 4-ші 5-ші аятта сонда адам ол күні дейді бүкіл хабарларды айтады дейді, себебі оның Раббысы оған внушать етті дейді. И ол хабарларды айтып отқан кезде адамның жақсы жақтарын да, жаман жақтарын да айтып отады ғой. Сол кезде Роббака деп, сенің Раббың деп атқан кезде пайғамбарымыз алейхиссаламның Алла тағала оның араласқанын қалап жатқан секілді дейді. Түсіндіре алдым ба? Қалай әдемі жасалған, иә? Қалай әдемі келтірілген сөздердің структурасы. Иә. То есть мына жақта деген бүкіл денесі, бүкіл мүшелері оған қарсы болып жатқан кезде, мына жақта жер оның күнәларының барлығын ашып жатқан кезде пайғамбарымыз алейхиссалам араласуына сенің Раббың деп айтып отыр. Иә. Хорошо, кеттік ары қарай. 6-шы аят. Яума изи ястурун насу аштата лиюру а'малахум. Сол күні адамдар дүниедегі жақсы жаман істердің нәтижесі өздеріне көрсетілу үшін қабірлерінен шығып, топ-топқа бөлініп, ғарасат майданына бет алады дейді. Өздерінің амалдарын көру үшін. Арабша бізде амал деген сөз бар, фиал деген сөз бар. Амал деген ол сознательно жасайтын амалдары, фиал деген бессознательно. Мен демалғаным үшін это сознательно или бессознательно? Демалу. Мен бұл нәрсе үшін сұрамаймын. Бұл фиал. Алла тағала амал деп сипаттап отыр, сознательно жасаған амалдарым үшін дейді. Не істейді дейді? Ли юру, көру үшін дейді. Адамдар шығады дейді, топ-топқа бөлініп тастайды дейді. Бағана кальфарошил мабсус, мотылектер сияқты ұрылып шығады. Шыққан кезде өздерінің амалдарын көру үшін дейді. Келесі соңғы 2 аятта қандай амалдарын көру үшін сипатталады. Енді бұның барлығын біз білеміз, бұны барлығын естіген шығармыз уағызда. Фамай ямал мисқаля зарратин хайра яра ва май ямал мисқаля зарратин шарра яра. Ендеше кімде-кім зәредей, кішкентай мысқалдай жақсылық жасса, соның қарымын алады дейді. Ал кімде-кім зәредей, мысқалдай жамандық жасса, соның жазасын тартады дейді. Өзінің амалдарын көру үшін шықты, енді шыққаннан кейін жақсы амалдарын да көреді, жаман амалдарын да көреді дейді. Бұл жақта ключевой нәрсе мына кішкентай нәрсе деп тұр ғой, кішкентай амалдар. Осы аяттан біз не түсінеміз? 7-ші 8-ші аяттардан. Бұрын оқыған шығарсыздар бұл аяттарды. Барлығы есептелінеді. Иә. Ал біз күнделікті өмірге қандай бір ғибрат алсақ болады осыдан? Қалай? Иә. Кек алмауға тырысу. Иә. Тағы. Осы аят қой, осы шаң. Осы шаңның тозаңындай жасалған кішкентай жақсылық болсын, оны көреді дейді. Бірақ та мән беріңіздер, есептеледі деп жатқан жоқ.
есептеледі, ол понятное дело. Оны көреді адам. Көп амалдарды ұмытып кетуіміз мүмкін ғой, соны көріп тұрасың, кішкентай амалың бар, ол жақсылық. Жамандықты да көріп тұрасың дейді. Бұны осознанность, машалла, осознанность көбейеді. Это, мынау аят помогает смотреть на мир через призму маленьких действий. Адам деген всегда үлкен бір действиялардың несін ғана ойлайды. Масштабно. Мен деген қазір $100,000 садақа берем, мен деген қажылыққа барам, мен үй сатып алуым керек, машина бір үлкен бір масштабтар, бірақ кішкентай нәрселерді ұмытып кетеді кейбір кезде адам ше. Просто күлуінің өзі сауап. Жақсы сөз айтуың, ашуланып тұрған кезде өзің тыя білуің ол сауап деген нәрселер арқылы. И мысалға елестетіңіздерші, адамға ең оңай примерлер ақшамен всегда келтіріледі ше. Елестетіңіздер, Каспий банкта мына жақта счет тұрады, бағана сообщениеда кто что сколько куда потратил, да. И үлкен траталар бар, и кішкентай траталар бар. Магазинде алған, там автобуста жүрген, таксида деген сияқты. И кішкентай траталардың барлығын қосатын болсақ, зачастую бір нәрсе сатып алуға всегда жететіндей бір нәрсе болып шығады, иә. Финансовый бір анализ жасайтын болсақ. Тура сол секілді ғой. Адамның кішкентай амалдарды ол пренебрегать етуі мүмкін, мен үлкен амал жасаймын деп. Бірақ в итоге қарайтын болса, екеуі бірдей. Түсіндіре алдым ғой? Сол үшін никогда не надо пренебрегать маленькими действиями. Күле аласың ба, жымы. Жақсы сөз айта аласың ба, айт. Я ашуыңды кішкене бір ашуыңды басыласың ба, бас. Оның барлығы, потому что есептеліп жатыр, и оның барлығын біз ақыретке барған кезде көреміз. Түсіндіре алдым ғой? Ол жақсылық болсын, жамандық болсын. И в целом, да, бұл жақта андай смысл жоқ мстить. В целом, ешқандай бір жамандық жасаудың ешқандай бір смыслы жоқ. Ешінше оның барлығы есептеліп жатыр, оның свидетельдері ең бірінші Алла, періштелер амалдап терге жазып отқан, и үшіншісі жер болып тұр екен. Хорошо, осымен сүрені бір аятпен түсінікті болды ғой. Бір общий образды соединять етейік. Қараңыздар, қиямет басталар алдын бір землетрясение болады. Землетрясение болғаннан кейін оның барлығын шығарады. Шығарғаннан кейін барлығы махшарға жиналады. Жиналғаннан кейін олар өздерінің амалдарын көреді. Ғалымдар бұл қияметті, Зилзала сүресін қияметтің кіші бір көрінісі деп сипаттайды. 8 аятта бір структураны түсіндіріп берді ғой, очередностьті. Түсіндірді ма? Уақыт болып қалыпты. Дәріс түсінікті болды ғой, көрмей қойсыншы десеңші. Негізінде қараңыз, Хазірет Алиға бір ретте яхудилер келеді. Яхудилер келеді, сұрайды: "О, Али дейді, вот сендер мұсылмандар айтып жатсыңдар, то что Алла Тағала қаншама адамзат бар, барлығынан есепті бір уақытта қалай алады? Немесе қиямет ол деген пәленбай миллион жыл жалғасу керек қой." Хазірет Али өте күшті айтады: Алла Тағала дәл қазір қаншама миллиард адам бар, соның барлығына ризықты бірдей беріп жатыр. Сендер очередьқа тұрған жоқсыңдар ризық үшін дейді. Тура сол секілді бәрінен сол отчетты да алады. И бұл жақта сіздің сұрағыңыз кішкене басқа ғой енді. Бұл общий объемға қатысты, объемнан қатысты бөлек нелер бар. Несмотря на то, что бір триллион существо қарамастан, әр адамда мынандай бір чувство болады: мен Құдайдың алдында жалғыз ғана тұрмын деген бір чувствомен тұрады дейді. Әр адамда сондай бір чувство болады дейді. Мынау ситуацияны угнетать етіп тұр, бірақ сен деген тек қана өзіңді ойлағаннан кейін қатты не істейсің. Тек қана фокус өзіңде. Терді сипаттайды, адам қатты терлейді дейді, ол деген тіпті өзінің бүкіл денесі терінде болады дейді, бағанағыдай утопать будет в своем поту дейді ғой. Вот. Бірақ бұл жақта Алла Тағаланың мейірімділігі, Алла Тағаланың бисмиллахи рахмани рахим деген, рахман деген общий мұсылмандарға, мұсылман еместерге барлығына бірдей берілетін мейірім ғой. А рахим деген тек қана қияметте ғана көрінетін мейірімділік. Осы бір мейірімділік, рахим деген сипаттардың арасында дейді, Алла Тағала күнәларын ашпауы дейді. Алла Тағала саттар деген есім бар Асмаул Хуснада, жабушы деген. Алла Тағала қалай күнәларды жабады деген кезде, кейбір адамдар болады дейді, Алла Тағала ондай болудан сақтасын. Шығарады, барлығы көріп тұр, сен жақын адамдарың, саған танымайтын адамдар, барлығы көріп тұр, сен күнәларын бәрі әшкерлейді. Барлығы. И барлығы біледі дейді. Кейбір Алланың құлдары дейді, Алла Тағала сондайдан болуын нәсіп етсін. Рахим деген есім сипатымен отдельно бір преграда қойып қояды дейді. Барлығы естімейді дейді. Сенен қандай отчет алынып отқан. Ешкім естімейді, барлығы көріп тұрады. Как будто, представьте, стеклянный бір нәрсе тұр да, сен ғана тұрсың Құдаймен, бағана Құдай барлығын отчетін алып жатыр, и сен ойлап жатсың, то что болды, бітті деп, бірақ бағанағыдай Алла Тағала сол жерде сені кешіріп, адамдарды ойлайды деді. Бағанағыдай, машалла, мынау кіші есеп-қисаптан жақсы өтті ғой деген бір оймен дейді. Алла Тағала саттар денесін солай жабады дейді.
иә. соны өсектер басқаларға айтсақ, сол адамдар солай күнәсі солай ашпамақ, ал айтпағандарға ашылмайды. Иә, ол да амал етудің бір несі ғой, тәсілі да, шынымен. Негізінде бағанағыдай бір қанша хадис бар? Жалпы хадистарды алатын болсақ. Өте көп. Әлсіз барлығын қосқан кезде 1 миллион шақты хадис бар дейді. Бірақ қателеспесем имам Науави ма бір ғалымның мен 4 хадисті айтамын дейді, осы 1 миллион хадистің барлығын түйіні дейді. Солардың бірі тәркуху ма ла яънихи. Өзіне қатысты жоқ нәрсенің барлығын тәрк етуі дейді адам. Шынымен қатысың жоқ па, біреудің айыбы, ладно, көрдің, жаба сал, брось, оставь. Сен өзіңнің проблемаң көп, өзіңнің күнәң көп, соған фокус бөл, өз-өзіңмен айналыс деген нәрсе ғой. Да, шынымен саттар деген есімге солай амал етуге болады, басқа біреулердің айыбын ашпай, өзің айыптармен айналысу. Осымен зілзала сүресі бізде тамам. Қайталау керек. Повторение матичіне. Ең біріншісі иннамал амалу бинният, амалдар ниетке байланысты. Тәркуху ма ла яъни, өзіне қатысы жоқ нәрселердің барлығы амалы. Үшіншісі әл-хараму байин, вәл-халалу байин. Халал да ашық, харам да ашық, түсінікті. Олардың арасында муташабих нәрселер бар, сомнительный. И адамның тақуалығы ол сомнительный нәрсенің барлығы тастау дейді. И 4-ші хадисті ұмытып тұрмын, шын айтсам. 4-ші хадисті ұмытып тұрмын. Дәріс түсінікті болды ғой, барлығыңызға? Аллах разы болсын. Сол, иншалла, осы дәрістермен бөлісіңіздер. Егер таныстарыңыз бар болса алып келіңіздер. Мықты тағы айтылатын нәрсе, алла жаса келесі апта 19 июль күні бізде дәріс болмайды, бізде больше формат интерактива болады. Интерактив. То есть бізде қазір оқып жатқан академияда шәкірттер немесе оқып кеткен шәкірттер, олардың барлығын академияда жинаймыз. Осы холда жинаймыз, неде жинаймыз, басқа кабинеттерде. Ойын ұйымдастырылады, сиратану, мысалы пайғамбарымыз бір квиз, кахут деген сияқты сондай нәрселер. Ұстаздар иншалла хабарын береді. Сондай бір ойын ұйымдастырылады. И дәрістер осылай 2 апта сайын болады. Бір аптада ойын, ұстаздармен бір интерактив болатын болса, келесі апта дәріс. И осылай иншалла чередоваться етіледі. Сол үшін өздерінің таныстарыңыз бар болады, мысалы келіңіздер обязательно. Тоже академия көрсін, осы нәрселерге қызықсын, да, Құранды түсіну. Иншаллах, Алла тағала хайырлы ілім нәсіп етсін барлықтарыңызға. Иә. 19-ы Алла жаса, да. Иншалла, Алла тағала осы алған ілімдерімізге сәйкес амал етуді нәсіп етсін. Сол амал еткен адамдардың арасында ықыласты болуымыз нәсіп етсін. Ықыластылардың арасында ең соңына дейін баратын адамдардың қатарынан жазсын бізді. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Көп рахмет. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ва саллаллаху та'ала аля сайидина ва хабибина ва санадина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын. Көп рахмет. Ой. Алла разы